Шынымен мен ана әдемі көйлек киіп алғандарды көрсем жаным келеді. Өйткені мен келіншегім базарда 1 сағат деп кіреді де 4 сағат жоғалады ғой. Сол көйлектер көз алдынан кетпей сіздің көріп алдында молодец. Сұлу да сымбатты көйлегі өзіне жарасқан жеңгемізге бір қол соғып қояйық. Есіміңіз? Гүлнұр қарындасым. Гүлнұр қарындас. Кәне көрсетіп қойыңыз бірінші. Бар ма қағазыңыз? Ой, жаңа билетіңізді айтпаймыз. Билетін аяқта қалтада пойызға хабарат деп жүр ғой, дұрыс па? Рахмет. Енді қыздар қауымға бір қол соғып қойсаңыздар жараса, көргенімде той болса, қуаныш болса, тілеулес қалатын білем. Мен басқаны білмеймін. Менің 3 әпшем бар. Осы қонақ күтсе, намазара шынымен алдыма томпамда түсеген бәрі өздері дайындайды, өздері жаяқ келген қонақтың көңілін өздері табады, өздері алып келеді, өздері алып келеді ғой зауға. Жайғасыңыз. Сізге еркек адамға не қиын? Туу қиын деген емес. Микрофон сұрайсыздар. Тағы бір сұрақ. Тағы бір рет сұрайшы. Еркек адамға не қиын? Не дейін? Намазарым ішіп ағана кейін жату қиын дейді. Еркек адамға банядан кейін гамаш жеу қиын екен ғой. Осы өлеңді тура қайталап берсең бұл. Имаш поддержкілер. Қосыламыз, поддержкі қайда? Айтал тұрысы. Үстіңе бір қол соғып қойыңыздар. Өйткені бұры сұрады. Молодец! Әпте парал беріп қойған ғой, келсей күлмәс. Шатыңыз десе, біреудің қамасын мен ерген болам айғамас деп атып қойсаға. Күлмәс ба, бір қошымен ұтып қойыңыздар. Ет батам сізге.